Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай печеньядан муравейник жасайтын боламыз. Балалардың жемей қалып кеткен печеньясы немесе крекер печенья, болмаса балық крекер печеньядан осындай муравейник дайындаймыз. Мен осындай крекер печенья түрін алдым. Осы печеньямызды мен 300 грамм алдым. 300 грамм печеньямызды қолымызбен езіп аламыз. Не болмаса салафанға салып, осылай оқтаумен езіп шықсаңыздар да болады. Болмаса блендерге салып, немесе шоперге салып езіп алсаңыздар да болады. Мінекей барлығы печеньяларымыз осылай езілді. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 80 грамм май қостым, және де 2 үлкен қасық қаймақ қосып, міне осындай варенканы қостым. Барлық қосылған заттардың мөлшері астына описаниеде міндетті түрде жазып өтетін боламын. Осыны миксермен араластырып аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Сіздерге осындай жеңіл рецептермен бөлісетін боламын. Креміміз дайын болды. Енді осыны езіп қойған печеньямыздың үстіне қосып, барлығын жақсылап печеньяға сіңгенге дейін араластырамыз. Енді осындай кішкентай стакандарыңызды алып, ішіне кішкене сулап алып, жаңағы дайын болған печеньямызды ішіне салып, осылай форма жасаймыз. Муравейниктің формасын жасаймыз, немесе бір тостаққа бәрін толтырып салып, торт есебінде де жасауға болады. Мен осындай тарелкаға жеке-жеке етіп салдым. Дайын болған осындай муравейниктерімізді бетін шоколадпен сәндейміз. Ол үшін шоколадты қайнап тұрған ыстық суды үстіне құйып, шоколадтың үстіне құйып, шоколадтарыңыз ерігесін кішкене осылай тесіп жіберіп, шоколадтың қабығын өстіп құйып шықсаңыздар болады. Бетіне десерт ретінде өте күшті, әдемі, дастархандарыңызда да әдемі, ерекше болып тұрады. Дәмі өте күшті. Жасап көріңіздер. Аз болсын бәріңізге.